Бірнеше жағдайларға байланысты жұмысқа досымның көлігімен барып жүрдім. Автобус көлігінің жүргізушісі болатын. Оның үстіне түнгі уақыт еді. 2 күн бойы адамдар көп болды. Ал 3-ші күні көлік мүлдем бос қалды. Тасталып кеткен 2 қала арасындағы жолда қатынайтын. Тағы бір таңғалғаным, жол ортасынан, жалпы өзіме келсем, бұрын соңды көрмеген аялдаманы көрдік. Оған қоса адамдар тым көп болды. Мен әйтеуір адамдар мінетін болды деп айта бергенім сол еді. Досым оларға қарамастан керісінше жылдамдықты артып өтіп кетті. Түсінбестен не болып қалды деген сұрағыма ол кейін түсіндіріп берем деп айтты. Содан біраз жол ұзап, келесі қалаға жетіп қалған жерде ол маған бәрін түсіндіріп берді. Сөйтсе ол жерде шынымен алдын аялдама болған екен. Бір күні ішіп алған КамАЗ жүк көлігінің жүргізушісі сол аялдамаға соғысып, барлық жолаушыларды қағып кеткен деседі. Соңынан ағашқа соғысып, сол жерде өзі де өмірден озған екен дейді. Ал бірнеше жыл өте жұмысын енді бастаған жүргізуші сол аялдаманың қасында із-түзсіз жоғалып кеткен дейді. Көлігі болса аялдама тұрған жерде бос күйінде қалып қойған. Осы жағдайлардан кейін барлық көлік жүргізушілеріне қатты ескерту берілген. Бұл қарғыс атқан жерге ешқандай жағдайда да тоқтамаңдар деп. Досым маған бұның бәрін айтып бергенде денемді үрей бойлап, бір ой мазамды алып қоймады. Егер досым бұл жағдайларды білмей, біз сол аялдамаға тоқтағанымызда не болатын еді? Ночной